атын және топтың ережесін таныстыру керек. Программа тобынан бастаймыз. Біздің топтың аты программ. Бұл программ деп аталу себебі кез келген программаның алғашқы жолы программ сөзінен басталатын болғандықтан біз программ деп қойдық. Программ тобының ережесі дараланбау, яғни бір-біріне жүйемшілдікте болу керек. Екінші, сұрақтарға нақты жауап беруіміз керек. Үшінші, бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Төртінші, бастысы білімді болуымыз керек. Келесі оператор тобының Оператор дегеніміз алгоритмде жүзеге асырылатын іс-әрекеттің орындалатын баяндайтын түйінді сөзіміз. Жаңа біздің топтың ерекшесі ұйымшыл тәртіпті ойын ашып айта алатын ережеге сай жұмыс істеу керек. Паскаль тобы тыңдаймыз. Біздің тобымыздың аты Паскаль. Паскальдің 1968-1971 жылдары швейцариялық ғалым Николас Флер оқып үйренуге қолайлы программа ұсынған болатын. Біздің тобымыздың ережесі әр сұраққа ойланып дұрыс жауап беруге тырысамыз. Біз ұйымшыл топпыз. Қарсылықтарымыз мақсатында өзімізге Келесі реал тобының ережесі. Біздің топтың аты реал. Нақты деген мағынаны білдіреді. Реал тобының ережелері сабақ барысында ұжымдық танытып, бірігіп әрекет ету. Сабаққа белсенді араласу және өз ойымызды ашып айту, берілген тапсырмаларын нақты орындау керек. Енді осы ережелер бойынша бірімізге 2 жұлдыз, 1 тілегімізді айтып жіберейік. Түсіндіру барысында бір-біріңізге қарайсыздар. Көңілге көзі көріп тұрасыздар. Оператор тобының Паскаль тобына арнаған 2 жұлдыз 1 тілегі тыңдаймыз. Біздің Паскаль тобына 2 жұлдыз 1 тілегіміз мынадай. Біріншісі ұжымшылдығы ұнады, екінші сұраққа бірігіп атсалысып жауап беруі. Енді ұсынысымыз сіздерге сәттілік, бізге жеңіс дегенде бұл танымдылық сабақ болғандықтан бәрімізге сәттілік тілеу керек еді. Келесі Паскаль тобының реал тобына арнаған 2 жұлдыз. Бірінші, нақты жауап берулер ұнады және топтап жұмыс істеулер ұнады. Бір ұсынысымыз ұйымшылдық деген сөзді ұжымдылық сөзімен шатастырды. Рахмет. Реал тобының программ тобына 2 жұлдыз 1 тілегі. Біздің программ тобына 2 жұлдызымыз бұлардың сөз саптауы дұрыс, анық нақты айтылған. Ал 1 жұлдызымыз бұлар сабаққа белсенді араласу тәртібі кіргізілмеген ережесі. Программ тобының оператор тобына 2 жұлдыз 1 тілегі. 2 жұлдызымыз ойларын ашық айтуы және тәтті болулары. Ал тілегіміз бір-бірлеріне көмек беруін сұраймыз. Енді осы тақырып бойынша әркім бір-біріне сұрақ дайындап келіп тапсырды. Осы сұрақтарды бірімізге қойып, білетіндерін жауап береміз. Оператор тобынан бастаймыз. Паскаль тобына қоятын сұрағымыз 16 ғасырдың алдында қандай белгі қойылады? 16 ғасырдың алдында қандай белгі қойылады? Паскаль тобы жауап бере алмаса, 16 ғасырдың алдына қандай белгі қойылады? программ тобы жауап Адам басталып, С-ке дейінгі әріптер жазылады. жауап дұрыс. Белгі қойылады.
қандай жауап берген бәрі айта. Программа орындау барысында әртүрлі міндеттерді қабылдай алатын шама. Жауап береміз. Паскаль Томнан кім жауап береді? Қарсы тоқтар кім жауап береді? Жауабын Томнан, Миял Томнан кім жауап береді? сұрақ қайталаса болады. Программа орындау барысында әртүрлі міндеттерді қабылдай алатын шама. Дұрыс па жауабы? Рауан ойдан отырауыңыз, Рауан жауап береді, иә? Айнымалы. Жауап дұрыс қабылданды. Келесі. Тұрақты немесе константа дегеніміз не? Тұрақты немесе константа дегеніміз не? Айша. Программадағы сұрақтар атымен және өз атауымен берілген жоқ. Тағы да ойла дейді. Тобына мақсатына жауап бере алмы? Мақсат топтан жауап береді, иә? Бақыт жауап береміз. Программаның орындауы барысында әртүрлі мәндерді қабылдай алатын шамаларды айтады. Жауап тағы да ойлану керек. Елім. Программаның орындауы барысында мәндерді өзгеріссіз қалатын шамалар. Елі дұрыс жауап берді. Индексті айнымалылар қандай элементтер жатады? Индексті айнымалылар қандай элементтер жатады? Индексті айнымалыларға массивті элементтер жатады. Оператор тобының сұрағы, тағы сұрақтар бар ма? Болма. Келесі, Паскаль тобының сұрағы. Енді сенің сөздің басына, сөздің алдыңғы барлық оператордың соңына қарай қандай белгі қойылады? Атай. Рахымжан. Жауап дұрыс. Қарапайым операторлар деп құрамына басқа операторлар енбейтін операторларды айтамыз. Басқа операторына қандай операторлар жатады? Шартты, шартсыз және сипаты оператор. Жауабыңыз бар? Құрама оператор дегеніміз не? Апай, ана Миял тобына қоймаққа сұрақ қой, иә? Жауап беріңдер, айта беріңдер. Құрама операторлардың құрамына бірнеше операторлар кіреді. Олар шарт операторлар, таңдау операторлары, қайталау операторлары. Программа неше бөліктен тұрады және оларды атайды. Программа 3 бөліктен тұрады, ол тақырып, сипаттау бөлімі, операторлар. Жақсы. Топашты бағалап отырмыз. Реал тобының, программ тобының сұрағы. Оператор дегеніміз не? Топ программ тобы дайын ба? Алгоритмді жүзеге асыру барысында орындалатын іс-әрекеттерді анықтайтын тілі қарапайым сөйлемі. Операторлар неше оператордан тұрады? Бақыт жауап берді. Бұл бір жауап береміз. Шартты операторлардан, қайталау операторлардан, таңдау операторлардан. Көшіру операторы не үшін қажет? Көшіру операторды шартсыз көшіру үшін. Тағы да толықтыру керек, Енді бұзып, келесі атқарылуда, яғни белгісі бар операторға көшіру ондай. Сипаттау бөлімі толық болған жағдайда неше бөліктен тұрады? 7 бөліктен тұрады. Болма сұрақтарын сізге айтқан сұрақтары Денис бар ма? Неше бөліктен тұрады? Оператор. Оператор. 5 минуттен тұрады. 5 минут.
меншікті оператор, енгізу шығару оператор, стандарт оператор, басқару оператор, функционалды оператор, графикалық. Жауап тобымыз меншікті операторы, енгізу шығару операторы, басқару операторы, функция және процедураларды анықтау, графикалық оператор. Шuna барлығы үшеу. Бұл жерде стартапты оператор дейміз. Сұрақ қойдыңдар ма? Оператор тобынан сұрағы. Символдықтар әрқашан менің ішінде алынып жазылады. Апостроф. Бос оператор дегеніміз не? Оператор тобынан басқа топтар жауап бере ма? Қандай еді? Бос оператор. Бос оператор. Апострофы ішінде тұрады. Жоқ, тұрсыңыз. Қандай жауап? Толықтыратындар ма? Басқа өзің жауап бере ма? Бос оператор ешқандай да әрекеттерді орындамай-ақ блогынан шығарып жібереді және орындарынан өткізіп жіберіп басқа блогтың көшіруінен бастап жазады. Операторлар қандай топтарға жүктеледі? Оператор тобы жауап бере ма? Бес топқа жүктеледі. Меншіктеу операторы, енгізу шығару операторы, басқару операторы, функциялар мен процедураларды анықтау операторы және графикалық оператор. Жауап дұрыс. Жақсы. Онда топ басшылары түсініктерін бағалап отырамыз. Рамазан. Көшіру операторы не үшін? Көшу операторы не қажеттілер? Оператор тобы. Фото операторларының ретіме орналасуын бұзып, белгілі бір әрекеттерді операторға көшу Рама, ерте бар. Бұл оператор қандай түйінді сөзден басталады? Жақсы. Абай, бізден айнымаулары мәні қандай болуы мүмкін? Егер 25 М-ге меншіктеледі, М плюс 1 Н-ге меншіктеледі, М минус 25 М-ге меншіктеледі. Онда А жауап дұрыс. М тең 0, Н тең 26. Дұрыс. Келесі, екінші тапсырмаға қайтып дайын. Программ тобы. Егер 3,5 F тең 3,5 Y тең 2,4 болса, келесі операторлар орындалу барысында F-ін Y мәндеріне тең F плюс Y F-ға меншіктеледі, F минус Y Y-ге меншіктеледі, F минус Y F-ға меншіктеледі. Мұрай, F Y. Бұл жерде B жауабы, яғни X тең 2,4, Y тең 3,5. Бәріміз жауаптар болса сізге келе ма? Яғни барлық топтар дұрыс шығарған екен, иә? Жақсы, отыра ғой. Енді келесі бүгінгі тақырыбға отыра берейік. Бүгін тақырыбымыз мәліметтер типтері, стандарты типтердің сипатталуы. Енді осы тақырып бойынша ынтыда плакатқа өзіміз тақырыпты оқып, түсінгенімізді жүктегенде. Бүгін өтетін тақырыбымыз мәліметтер типтері, стандарт типтердің сипатталуы. Енді осы тақырыптар бойынша оператор тобы мәліметтер типтері бойынша және Паскаль тобы мәліметтер типтерінің құрылымымен таныстырады бізді. Ал келесі программ тобы мен реал тобы стандартты типтердің сипатталуы пішімін түсіндіріп керек. Тапсырма түсіндіру, иә? Енді келесі программ тобы сипатталады. Мысалға, бүтін сан түріндегі тип, нақты тип, логикалық тип және символдық тип. Бүтін сан түріндегі тип деп отқанымыз атау 1, атау 2, атау n, яғни біз бұған басқа да атаулар беруімізге болады. B1, B2, B3 деп те. Және ең соңында қос нүкте типтің аты, сосын үтір нүкте қойылады. Бұнда тип деп отқанымыз түйінді сөздер, яғни оған интеджер деп қоюымызға да болады, байт,
short deyip, long, word deyip те қойымызға болады. Бұл инсан тіліндегі типтердің амалдары қосу, азайту, көбейту, бөлу, деп, мод. Ал нақты тип деп отқанымыз, мұнда да сондай сияқты атау бір, атау екі, қос нүкте, тип, үтір нүкте. Яғни бұның тип деп отқан түйінді сөздері real, single, double, extended, com. Яғни бұл нақты типтің шамалары, амалдары қосу, азайту, көбейту, бөлу. Яғни бүтін инстан түріндегі типтің айырмашылығы тип, мод деген болмайды. Ал логикалық тип атау бір, атау екі. Бұнда да өзіміз атау беруімізге де болады. Қос нүкте boolean, яғни бұл ең түйінді сөзі boolean. Одан кейін үтір нүкте қойылады. Бұның амалдары and және and, or, not, or деген амалдар қолданылады. Егер мұнда if тақсан қабылдайтын болса true, ал жұптан қабылдайтын болса false болады. Символдық тип, яғни мұнда да өзіміз атау беруімізге болады. Мысалға B1, B2 болмаса A1, A2 деп те айтуымызға болады. Мұның түйінді сөзі шар, қос нүктеден кейін шар деген үтір нүкте қойылады. Шамаларға, бұл шамалар қатынас амалдар қолданылады. Яғни символдық типке қатынас амалдар үлкен, кіші, кішіне тең, үлкеніне тең амалдар қолданылады. Мәлімет типтері қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Соның ішінде қарапайым типтер бүтіністен интегер, нақтыдан реал, символдық шама шар, логикалық шама логикалық. Енді күрделі типке жиындар, array, файлдар, файл, жазбалар, рекорд, жиындар, сет болып бөлінеді. Бұл жерде тип түйінді сөз болғандықтан тип атауы тип мәндері болып жазылады. Типтің синтаксистік диаграммасы типті анықтау және postүкте, үтірлі нүкте. Ал типтің өзін анықтайтын диаграмма идентификаты тең тип. Логикалық шамалар екілік сандар жүйесіне сәйкес 1 және 0 деген мәндерді қабылдай алады. Мұндағы бір тексерілетін белгілі бір шартты логикалық тұжырымы. Ал 0 шарттың орындалмайтын, яғни жалғандығын көрсетеді. Типтер дегеніміз қарапайым және күрделі болып екіге бөлінеді. Қарапайым бүтін, интегер, нақтыдан, реал, символдық шама чар, логикалық шама логикалық болып бөлінеді. Күрделі жиындар, array, файлдар, файл, жазбалар, рекорд, жиындар, сет. Бүтін санның типі бұл sorting, integer, or, floating болып бөлінеді. Және нақтының типі real, simple, double, extended, com болып бөлінеді. Және char ол апострофтың ішіне алынып жазылады. Символдық шама екіге бөлінеді. Char және string, char апострофтың ішіне алынып жазылады. Bir әріптен ғана жазылады, бүтін әріп жазылмайды. Стрингтің ішіне қанша әріп жазылса да жазылай береді. Мысалы, компьютер, университет және логикалық ақиқат true және false болып екіге бөлінеді. True ақиқат, false жалған. Типтерді анықтау диаграммасы идентификатор, тең және тип. Типтерді сипаттау диаграммасы типті анықтау үтірлі нүкте. Программ тобының сабақты түсіндіруі, сөз мәнері жеткізілуі дұрыс. Бұл топқа бір тілегіміз, топ басшысы сабақ түсіндіру барысында нүктелі үтірлі нүкте деп айтты, және сызбалары боялып, тазалық сақталмаған жазылу реттері. Келесі программ тобы. Дайын ма? Сән өтіңіз бе? Келесі мұна тоқтайын ба? Оператор, тамам? Паскаль тобының бірдегі бар ма? Жазыңдар ма? Бір-бірінің ұйымдастырушылығы ұнады және оған тілегіміз, енді айтатын ұсыныстарымыз, ойларымызды нақты бір сөзбен айтсыңдар. Сәжасымен айтқанда бірге бөлінеді.
Олар біздің нақты типтер екеуі ойлайды, қарапайым және күрделі. Қарапайым стандартты емес, стандартқа бүтін, нақты, символдық, тіркестік, логикалық жатады. Ал стандарт емеске саналатын аралық немесе шектеулі күрделі құрылымдарға жиындар, файлдар, жазбалар жатады. Мына жерде төртінші абзац. Енді жауап қосасың, мына жерде қай жауап қосасың, соны таңдайсың. Нақты тип шамалар дейді. Түрдегі мән кіре ма? Келмейді. Басып көреді. Гүлжанның басқа жауап көрейік, иә? Апай дұрыс. Басып көрейік те, не ол дейді. Нақты типте табу керек. 15 бөлінген 5. Басты жауабы 5 мың дейді. Жоқ, 15 бөлінген 5 дейді. Неге олай білсің? Оның нақты мәні жоқ, 15 бөлінген 5 дейді. Нақты ма бүтін болады? нақты емес, бүтін. Нақты, Неге нақты, неге дәлелдеп берші? себебі үтір арқылы үтір жоқ қой бұнда. 15-те 5-ке бөлудің нәтижесі қандай санға тең болады? Нақты, екеуі де Нақты, өйткені бүтін санасы елінде бар, нақты санасы бүтін санасы. жоқ. Қайсы? Айша. 0,8 және Осы екі. Қандай сан? Дұрыс емес. бұл Қандай сан? Символдық шама, өйткені апостроф қалынған. Бәрін белгілеп болдық па? Келесі. Логикалық тип. Қайшыды? Рауан. ішіндегі Қайшыды? Шек сияқты. Не, таңба десейші, қандай таңба? Және деген. Аллегия таңбасы. Дұрыс. Автобусы. Тұру деген ең соңғысынан маман Неше тип сағыз, реал тип сағыз, көмекте нәтижесінің типі қандай? Ағай бойынша. Мына жерде сен бір белгісіз басшы сайлап қойдық ортамызда. Сол басшының кім екенін анықтауым керек қазір. Abi. Бүтін санға қолданылады. Нақты санға қолданылады. Жоқ, бүтін санға қолданылады. Сол кезде жауап берші, неге? Мынаны басып береді созақ. Рауан, сен қарамайсың. Сен қарамайсың. Жауап берейін.
Нақты реалға қолданылады. Қайсысын бата? Нақты реалға еңбекке. Бүтін сәнді. Нақты. Түсінді ғой, иә? Жақсы. Так, қол көтеріп жауап берейік, иә? Сөз жинақтың жауабы. Біріншісі. Бегин дейді. Қазір бәрі шығып қуады тексереміз, иә? Екіншісі. Шар оператор. Шар оператор қандай? Үшінші. Бағдарламаны тақырыбы. Программ деп тұр мына жерде, программ. Мына жерде үшіншісі программ, келесі. Бірінші келесі, бесінші символдық тип. Символдық тип. Шар, дұрыс. Алтыншы бүтін сан типі. Мәндері мына арақта бар. Шорт тип, дұрыс. Енгізу операторы. Жауаптарым дұрыс екен. Дұрыс, кім көп жауап беріп отыр? Барлығы жақсы жауап берді, иә? Сосын? Топтың бағалары, топ башына бағалар керек. Топ башына бағалар керек. Одан ағырге Сәдір Балнұр, Төрекеш, Нұрболат және Меш абысынады. Бүгінгі сабаққа қатысу барысында екінші үй тапсырмасы, яғни сұрақ жауап. Осында сұрақ жауап қойылуына байланысты одан ағырге Сәдір Балнұр, Төрекеш, Нұрболат жақсы сабаққа қатысты. Екінші жаңа сабақ бойынша постер қорғау дейді. Бұлда постер қорғау дейді. Балнұр мен ағырге барлығымыз яғни сабаққа қатысып, Балнұр мен ағырге тақтаға шығып, өздерінің нелерін жасқандар берді. Төртінші типтер анықтау тапсырмалары. Яғни мұнда тесттік жұмыста мен 5 балл, одан ағырге 4, Сәдір Балнұр 2, Төрекеш Нұрболат 4 балл жинаған. Жалпы жиынтық баға қанша болсында? Жалпы Жиынтық баға? Топ мүшелері неше қойдың бәріне? Топ мүшелері неше деп бағаладың? 5 деп бағаладың, иә? Жақсы. Паскаль тобы? Үй тапсырмасына Рауан және бір сұрақтан Рауан жауап берді. Екінші тапсырма бергенде барлығымыз шомылып, бәріміз де жауап бердік. Жаңа сабақ бойынша постер қорғауда бәріңіз жауап бердік. Бұда да типтерді анықтау тапсырмасында Ақтоты, Еркебай Жаңагүл, Құрманәлі бойынша тесттік жұмыста барлығымыз да жауап бердік. Сөз жұмбақ шешуде Қадырбай Ақтоты, Құрманәлі бойынша. Ақтоты 4, Шамшы Қазығызда 4, Шамбайұлы Рауан 5, Жаңагүл 4. Реал тобының жобашысы Жеңісбек. Реал тобының барлық қатысушыларына естеген бар. Барлығын естіп бағалады ма? Молодец. Программ тобы басшысы. Программ тобында барлығы 5 оқушы қатысты. 5 оқушы мүшелері бар. Үй тапсырмасы сұрақ жауап, яғни бұнда Гүлжан, Бақыт, барлығымызда бірдей атсалысып отырдық. Ал тапсырма орындауға келгенде барлығымыз бірге есеп шығардық. Мұнда да барлығымыз бірге жұмыс істедік. Ал жаңа сабақ бойынша постер қорғауда мен қорғап шықтым, яғни мұнда бәріміз бірге жұмыс істеп, тақтаға шыққанда мен қорғап шықтым. Ал типтерді анықтау тапсырмасы бойынша барлық оқушылар да белсене атсалысты. Тесттік жұмыста да солай, ал сөз жұмбақ шешуде Гүлжан, Бақыт, Еркебай, Рамазан бәрі атсалысты. Жиынтық бағамыз барлығы да 5.